Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі 3-ші сынып 93-94 сабақ. Болымды және болымсыз етістік. Оқу мақсаттары: мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер, фото, диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттер пайдаланып, мәтін құрау. Жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету. Болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтау. Сабақ мақсаты: мәтіннің тақырыбы мен мазмұнын болжау. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру. Мұғалімнің көмегімен мәтін құрау. Жіберілген қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету. Етістіктерді тұлғасына қарай ажырату. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Мәтінді түсініп оқы. Мерген қыз. Бұған дейін біз мерген қыздар жөнінде естімеген едік. Еремов: "Ох, Николай Матвеевич, бізге осылар ғана жетіспей тұрған еді", деп сыбырлады. Күлуге болмайды, өйткені алдымда отан қорғау үшін келген жауынгерлер тұр. Бір сәтте саптың шетінде тұрған қара көзді нәзік қызды көрдім де, кім боласың дегенімше, ол саптан алға шығып: "Жолдас гвардия полковнигі, атқыш Әлия Молдағұловамын", деп саңқ етті. "Атқышпын дейсің бе?" "Иә, атқышпын." "Онда атқыш Молдағұлова, ас үйге барып картоп ашисың", дедім. "Алия, жолдас гвардия полковнигі, мен майданға картоп ашу үшін емес, фашистерді құрту үшін келдім", деді. "Ойпырмай, қандай адамсың өзің?" "Иә, сондай адаммын." "Кәне, винтовкаңды бері әкел." Қаруын олай қарадым, бұлай қарадым, бәрі мұнтаздай таза, тиісетін мін жоқ. Осы сәтте винтовкадағы ПЛК-сым орталық комитетінен мерген Әлия Молдағұлова деген жазуды көрдім де сасып қалдым. "Қызым бар, фашистерді жайрат", деген басқа ештеңе айта алмадым. Алиямен алғаш рет осылай кездестім. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Сені көшеде журналист тоқтатып, Әлия Молдағұлованың ерлігі туралы не білесің деп сұрақ қойса, не деп жауап берер едің? Балалар, осы сұрақтарға жауап бересіздер. Дескриптор мәтін бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар қояды. Мәтіннің мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап береді. Мерген қыз Әлия Молдағұлова кім? Әлияның ерлігі туралы не білесің? Әлия Нұрмағамбетқызы Молдағұлова 1925 жылы 25 қазанда Ақтөбе облысы Қобда ауданының Бұлақ ауылында дүниеге келген. 1933 жылы анасынан айырылып, кейін Алматыда ағасының қолында тұрған. 1935 жылдан бастап Ленинград Красногвардейский ауданы Гурдин көшесіндегі 46-шы балалар үйінде тәрбиеленген. 1943 жылы снайперлер дайындау орталық әйелдер мектебін аяқтайды. 1943 жылдан бастап 54-ші арнайы атқыштар бригадасы 4-ші батальонның снайпері болған. Жау әскерінің 30-дан аса сарбаздары мен офицерлерінің көзін жойған. 1944 жылы 4 маусымда Алияға Кеңес одағы батыры атағы берілді. Ленин орденімен марапатталды. Болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықта. Оқу мақсатына сәйкес тапсырмалар орындаймыз. 40-шы жаттығу: етістіктерге тиісті жұрнақтарды қосып оқы. Олар қандай етістіктер екенін айт. Қаш, жібер, шақыр, кеп, төс. Бұл болымды етістік. Болымды етістік түбір сөзден жасалады. Ал болымсыз етістік дегеніміз түбір сөзге жұрнақтар жалғану арқылы жасалған етістікті болымсыз етістік дейміз. Осы сөздерден болымсыз етістік құрап шығайық. Қазба, жіберме, шақырма, төзбе, теппе. Болымсыз етістіктер. Дескриптор етістіктің болымды және болымсыз түрлерін ажыратады. Егер де тапсырманы дұрыс орындаған болсаңыздар, 2 балмен бағаланасыздар. Шығармашылық үзіліс: мұғалімнің көмегімен сызба, график, кесте, фотосуреттерді пайдаланып мәтін құрау. Туған күн, кездесу, басқа да мерекелерге шақыру қағаздарын алып көрдің бе? Шақыру қағаздары не үшін және қалай жазылады? Досыңа арнап туған күніне шақыру қағазын жаз. Иә балалар, мына жерде сұрақтар қойылған екен. Сол сұрақтарға толық жауап беріп кетесіздер. Туған күніңе шақыруға арналған шақыру қағазын жазасыздар. Үлгі көрсетіп отырмын бұл жерде. Назым сізді наурыздың 17 күні сағат 11:00-де болатын еңбек ардагерлерімен кездесуге шақырамыз. Ұйымдастырушылар: Айгүл, сені наурыз 20 күні сағат 3:00-де болатын туған күніме шақырамын. Құрметпен
шақырушы Алия. Суреттер мен тірек сөздерді орынды қолдана отырып, шақыру мәтін құрап жазады. 2 балмен бағаланады. Мәтіннің тақырыбы бойынша мазмұнын болжа, сонан соң мәтінді тыңда. Бұл жерде бейбарыс мәтіні берілген, бұл мәтінді мұқият оқып шығасыздар. Одан кейін астында сұрақтар берілген, сол сұрақтарға толық жауап бересіздер. Бейбарысты кімдер алып кетті? Ол өз өмірін қай елде өткізді? Бейбарыс қандай бала болды? Қалай ойлайсың? Ол қандай қасиеттеріне байланысты патша болды? Бейбарыстың туған жеріне деген сезімін қайдан білуге болады? Бейбарыс жусанды бойтұмарының ішіне неліктен салып алды? Дескриптор тақырып пен сурет бойынша мәтіннің мазмұнын болжайды, сөйлеу барысында тілдік нормаларды сақтайды. 2 балмен бағаланасыздар. Жаңағы сұрақтардың жауаптары. Бейбарысты жаугершілік кезінде соғысқан елдің адамдары оны атқа мінгізіп алып кетеді. Ол бүкіл өмірін араб елінде өткізеді. Бейбарыс ерекше бала болды. Ол өзінің мықтылығының, ақылдылығының арқасында патша болды. Елін сағынған сайын жусанды иіскеп, мауқын басу үшін. Ретін сақтап оқысаң мақал шығады, сол мақалды жаз. Бағыты берілген, сол бағыттарды бір-біріне қосып оқысаңыздар, мақал шығады екен. Қане тауып көрейік. Адам елінде, қоға көлінде көгерер. Осы мақалды дәптерге жазып аласыздар. Келесі оқу мақсаты жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету. Өлеңнің қатесін түзетіп жазамыз. Іштарлыққа білдірме, бақталастық жол берме, сыйлап үлкен кісіні, қамқорлыққа ал кішіні. Қате жіберілген жолдары бар екен, сол қате жіберілген жолды түзетіп жазамыз. Іштарлыққа жол берме, бақталастық білдірме, сыйлап үлкен кісіні, қамқорлыққа ал кішіні. Дескриптор мәтінде жіберілген пунктуациялық қателерді түзетеді, 2 балмен бағаланады. Міне балалар, өлеңнің қатесін түзеп, сіздер де осындай қылып жазған боларсыз деп ойлаймын. Нақты қандай білім алдым, нені жасап үйрендім, мақсатыма жеттім. Осы сабақ жөнінде балалар кері байланыс берерсіздер. Балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.